Мама, сіз не істеп отырмыз? Мен сәукеле жасап отырмын. Сәукеле не бере? Сәукеле деген қазақтың ұлттық бас киімдерінің бір түрі. Маған көмектесесің ба? Бірге жасаймыз ба? Екеуміз. Күшті сәукеле. Сәукеле жасау үшін қара, қандай ою бар бізде. Мынандай ою. Осы оюды ақфетарға бастырамыз. Үй табан оюы. Сосын жарты қошқар мүйіз оюларын бастырып алдық. Әдемі етіп. Енді осыны былай қазір қиып шығамыз да. Маған көмектесесің ғой. Сәукеле қазақ қыздары бастарына әдемі етіп киіп жүреді. Қазір моншақтар жапсырамыз екеуміз. Көмектесесің бе? Басының формасына келтіріп, оюды қиып алдық. Енді соны қазір жан-жағын келтіру үшін бекітіп шығамыз. Осылай бастың формасын келтіру үшін қосып тігіп шығамыз араларын. Енді мынаған әдемі етіп моншақтар жапсырамыз да, Айзада. Екеуміз бірге. Әнуку? Сәукеле жасап асыл тастарын, әдемілеп тастарын жапсырып болдық, енді өтелеге ғой. Маған бара ғой. Екеуміз жапсырамыз. Мынаны қазір бүйтіп жапсып шығамыз ба екеуміз? Әдемі. Қандай әдемі сәукеле. Ұнады ма саған? Иә. Ал біздің сәукелеміз дайын болды. Тастармен әдемілеп сәндеп қойдық, оюын ойып, шаблонын жасап, үстіне үкісін тақтық, әсемдік үшін, көз тимеу үшін. Әуелден қазақ халқы осылай үкісін таққан сәукеленің басына. Енді басымызға киіп қараймыз.